Ұлы дала аңыздары. Арыстанбап қиссасы. 2 бөлім. Арыстанбаптың пайғамбармен табысуы. Арыстанбаптың шын аты Ақырайыс екен. Парсы жұртында дүние есігін ашыпты. Бала күннен ілім-білімге құмар болады. Парсының отқа, бұтқа табынатын ғибадатханаларын аралап, жаратушы иесін іздейді. Бірақ ешбірі жүрегіне сыймайды. Бір күні Сүрия жерінде Ғайса пайғамбардың ілімі бар деген хабарды естіді. Жалаң аяқ, жалаң бас сонда тартты. Мосул, Нисабун, Амури қаласының бірнеше ғибадатханасында болды. Христиан монахтарының қолында оқыды. Бір күні ұстазы қартайып, дәм-тұзы таусылуға тақады. Барлық шәкіртін шақырып, кеше түнде киелі кітаптарда айтылған пайғамбарлық белгіні көрдім. Сахардан Мұхаммед есімді пайғамбар шықты. Соны тауып үмбет болыңдар. Біздің діннің шырағы сөнді. Оған үмбет болу барша пайғамбардың арманы болған. Мен де үмбет болсам деп армандап едім. Әттең қартайым, әлдәрменім құрыды. Ол бақытты көре алмаспын. Бірақ сендер соны тауып барыңдар. Мұхаммед жүрек көзін ашатын ілімнің құпиясын біледі. Оның батасын алып, құрметіне бөленсеңдер айтыңдаршы, менің де ақыма дұға қылсын. Шәкірттен мұны естіп, ұстаз алжиын депті, сандырақтап жатыр. Дініміз тұрғанда қайдағы бір пайғамбарды айтқан несі? Деп өзара күмәнға түсті. Оны қалай табамын? Деп Ақырайыс суырылып шығып, ұстазы: «Ей Ақырайыс, сенің жүрегің таза, Құдайды шын іздеген ұлансың. Құрма ағашы көп өсетін құмдалаға бет түзе. Түйе мінген жұртты көресің. Әрі жүрсең, Ыбырайым соққан Қағба бар, пайғамбарды сонан табасың. Хақ пайғамбарды қалай танимын? Оның 2 белгісі болады. Зекет берсе, өзіне алмайды, үмбетіне таратады. Сыйлық берсе, бір күндік ризығын айырып, оны да үлестіреді» деді. Қария көп ұзамай үзілді. Оны арулап жерлеген соң, Ақырайыс дереу жолға дайындалды. Жолдастары сапарын қош көрмеді. Ұстаздың ауырып жатып айта салған сөзіне иланғаның қалай? Ақиқат дін бізде, қалайша дініңді тәрк етесің? Деп даурықты. Ақырайыс алған бетінен қайтпады. Бұл даудың соңы ұрысқа ұласты. Оны бәрі жабылып орап шықты. Қол аяғын байлап құлдыққа сатты. Арада біраз уақыт өтті. Мұхаммед пайғамбар оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, өзін Расул деп жариялап, Меккедегі залымдардан қуғын көрді. Қатер күшейген соң Мәдинаға жер аударды. Ақырайыс болса керуен тартқан саудагерлердің жүгін тасып құлдықта жүрді. Қожасы Салман деп жаңаша ат қойды. Бір күні керуен Мәдина шаһарына келді. Ақырайыс құрма ағашының саясында отырғанда азанның даусын естиді. «Бұл не қылған құдіреттің?» деді таңқалып. «Мұсылмандардың азаны, момындарды құлшылыққа шақырып жатыр» деді серігі. «Мұсылман деген кім?» «Мұхаммед пайғамбардың үмбеті» деді. Ақырайыс қожасынан сұранып мешітке келді. Намаз бітіп, жұрт пайғамбармен сұхбат құрып отыр екен. Ақырайыс сырттан бақылап тұрды. Бір кезде біреу: «Уа Расулалла, мен сізге сыйлыға келдім» деп бір табақ құрманы алдына қойды. Пайғамбар құрмадан ауыз тиіп, оны да кедей-кепшікке таратты. Бұл ұстазым айтқан 2 белгі деп пайғамбарды мойындады. Алдына келіп кәлима айтып мұсылман болды. Басынан өткен оқиғасын айтып берді. Пайғамбар Ақырайыстың ықыласына риза болып: «Жанымда сенімді сахабам бол» деп қолқа салды. Ақырайыс: «Басымда ерік жоқ, құлдықта жүрген пақырмын. Ендеше сені сатып аламын» деп керуенге келді. Қожасы: «Бұл менің ең тіл алғыш құлым, бәсі қымбат тұрады. Қанша сұрайсың айт, құнын өтеймін» деді пайғамбар. Саудагер қу адам еді. Қолдан келмес бір істі айтып,
сылтауратпақ болды. Шөл далаға 500 түп жүзім өсіріп берсең, азат қыламын, деді қуланып. Су тапшы, шөл далада жүзім тұрмақ, шөп өсірудің өзі қиыны еді. Пайғамбар бірден келісті. Барлық сахабаға, ертең сағар мезгілде бір жүзімнің көшетін егіңдер, бірақ дәреттерің саф болсын, деді. Таң қылаң бері сахабалар жүзім егуге кірісті. Жәбірейіл періште жұмақтың бұлағымен жүзімді суғарып келе жатты. Көшеттер әп-сәтте тамыр жайып шайқалып, өркендей жөнелді. Артынша түйіндеп жеміс бере бастады. Бір жүзім ғана солып қалды. Пайғамбар мәнісін түсінбей, «Мына жүзімді кім екті?» деп сұрады. Әбу Бәкір Сыдық, «Мен отырғызған едім», деді ыңғайсызданып. «Неге бұлай болды?» деді пайғамбар. «Дәрет алып, жұмысқа асығыс шығып едім. Шыға берісте күшігім еркелеп, аяғыма оратылды. Сілекей қонышыма тиген сияқты, өзімде секем алып қалып едім», деді Сыдық. Солған жүзімді пайғамбар Құранның Ясинін оқып дем салды. Жеміс тіріліп бүршік атты. Саудагерлер жүзім алқабын көріп таң тамаша қалды. 500 түп жүзім бұтадан балбырап пісіп тұр. Уәде бойынша құлды азат етті. Ақырайыз Мәдинада қалды. Кей кездері кеудесі тар күншілдер оны Салман Фарси деп шеттететін. Онысы Парсыдан келген араб емессің дегені. Мұны бір күні пайғамбар естейді. Елді жинап, Тәңірдің діні арабқа ғана түскен жоқ, барша адамзатқа түсті. Ұлық Алла адамның малына, түріне, түсіне, ұлтына, ұлысына, жынысына қарамайды. Құлдарының таза жүрегіне назар салады. Құранда мен сендерді тану үшін түрлі ұлт пен ұлысқа бөлдім деген. Оның парсы болуы Алланың жазған тағдыры. Тағдырмен таласқан жөн емес. Менің алдымда бәрің теңсіңдер. Ал жүрек көзі ашылған момынның бәсі Алланың алдында әмәнда биік тұрады. Бұдан бұлай Салман Фарси емес, Мұхаммади деп атаңдар. Оны бауырына басып, үстіне шапан жапты. Астына ат мінгізді. Әулетінің бір мүшесі етіп қабылдады. Кейін Мәдина шаһарын залымдар қоршағанда, Ақырайыс ор қазуға кеңес берді. Қаланы қоршай ор қазып, саны басым кәуірді ішке кіргізбеді. Ол тарихта ор соғысы деген атпен қалды. Сол ұрыста Ақырайыс көзге түсті. Жеңіске жеткен соң пайғамбар оны арыстаным деп төрге шығарды. Осыдан бастап мұсылман жұрты арыстан сахаба атап кетіпті. Отбасы хрестоматиясы қорының жоба авторы Санжар Керімбай, оқыған Қуаныш Толбекұлы.